алматы облысы райымбек ауданы саржас кәсіптік техникалық колледжі алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушысы Рысболдаш Жұмағалиұлы. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы еңсесі биік ұлы жеңіс. Фашистік Германия 1941 жылы 22 маусымда соғыс жарияламастан тұтқиылдан ксро-ға шабуыл жасады. Кеңес одағының ұлы отан соғысы басталды. Тарихта ұлы отан соғысындай қасіретті соғыс болған емес. Соғыста 27 миллионнан астам кеңес адамы қаза тапты. Соның ішінде 410 мыңы қазақстандықтар болды. Ұлы отан соғысы халқымызға төнген ең ауыр күндер болды. 4 жыл күні-түні бойы өз жері мен отаны үшін, келешек ұрпақ үшін жан қилы соғыс жүріп жатты. Бұл алапа соғыста ерлік көрсеткен батырларымыз Бауыржан Момышұлы, Төлеген Тоқтаров, Бәлік Ғабдуллин, Нұркен Абдыров, Сұлтан Баймағамбетов, Әлия Мәмәншев сынды батыр қыздарымыз да ел есінде мәңгілік қалды. 1945 жылдың 30 сәуірінде Рейхстагқа шешуші шабуыл басталды. Кеңес одағының әскері фашист басқыншыларының бас қамалын қоршап алды. Ғимаратқа дейін арақашықтық 200 метр ғана, бірақ ол жан-жағынан оқ жаудырылған ашық алаң үстінде еді. 150-ші атқыштар дивизиясының әскери әрекеттерін тіркейтін журналдағы жазбаға сәйкес, 1945 жылдың 30 сәуірінде 14 сағат 25 минутта лейтенант Рақымжан Қошқарбаев пен қатардағы жауынгер Булатов ғимараттың ортасына жетіп, негізгі кіре берістің баспалдағына қызыл туды тігеді. Қошқарбаевтың айтуынша, Григорий Булатов екеуі 260 метрдей ашық жермен 7 сағаттан астам еңбектеп жүрген. Жасаған ерлігі үшін полк басшылығы лейтенант Қошқарбаев пен қызыл әскер Булатовты Кеңес одағының батыры атағына ұсынады. Алайда ол Қызыл ту орденімен марапатталды. 1999 жылы 7 мамырда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Рақымжан Қошқарбаевқа қаза болғаннан кейін халық қаһарманы атағы берілді. Ұлы отан соғысының жеңіспен аяқталғанына 75 жыл толды. Бейбіт күннің елшілері бізге алаңсыз күлкі, бақытты болашақ сыйлаған ата-бабаларымызға мыңда бір тағзым. Еліміз мәңгі жасап, жеңіс туы көк аспанымызда желбірей берсін.